Hayırlı күн, құрметті достар. Бүгінгі сабағымызда біз тепе-көк күйін үйренетін боламыз. Тепе-көк бұл бізде халық күйі. Сол күйді үйренетін боламыз. Бірінші сол күйді тартып көрсетейін. Тепе-көк күйін үйренуді бастаймыз. Бұл жерде ең бірінші бізде шартты белгілерін біліп алу керек. Ең бірінші бізде ол лига деген белгі, яғни іліп алу қолмен. Бізде бірінші қатарымызда 2-ден 0 төмен қағыс, және де 0-ден 0 ашық. Бірақ үстінде қағыс жоқ оның. Ол жерде астында сызық тұр. Ол сызық бізде лига белгісі деп айтылады. Ол лиганы біз бұлай іліп аламыз. Болды. Сонда 2 лига болады. Енді осыны үйренуді бастайық. Ең бірінші екінші пернені ұстаймыз, үстінде 0. Және қағысы бізде төмен, жоғары. Барлық күйде бізде қағысы төмен, жоғары болып табылады. Кеттік. Ең бірінші бізде төмен, жоғары. Және жоғарыда 0, ашық екеуде. Осылай 2 рет қайталаймыз. Және 2-ні ұстаймыз, төмен, жоғары, төмен. Және лига. Енді осы жерде біз 2 сызық және 2 нүкте көріп тұрмыз. Бұл бізде реприза белгісі деп айтылады. Яғни біз мынау осы белгіден бастаймыз. Және де осы жерден бізде аяқталады деген белгіні білдіреді. Яғни біз осындай белгі кездессе, осы тактілердің арасын 2 рет қайталауымыз керек деген сөз. Яғни біз бұны 2 рет тартамыз. Келесі 7-де 7. Төмен, және 10-да 7 жоғары. Келесі бізде 9-да 7, төмен, және 5-де 7 жоғары. Келесі бізде 7-де 7 ұстап, 3 қағыс тартамыз. Төмен, жоғары, төмен, және астыңғы шекте 0-ге лига жасаймыз. Бұлай. Ал үстінде 7 тұра береді. Осыны қайталаймыз тағы да. Келесі дәл осындай тағы да 7, 10, 9, 5. Енді келесі қатарға өттік және 7, 0. Енді тағы да осылай атамыз. Ары қарай келесі 7, 10, 9 төмен, 5-де 7 жоғары. Және енді бізде келесі тактімізде лига болмайды. Ол жерде тек қағыс. Төмен, жоғары, және 9 төмен, және 5-де 7 жоғары. Енді қосып көрейік. Келесі бізде 2 төмен, жоғары, 2-ден 0, 3-де 3, үстінде бас бармақпен, астында 2 саусақпен, төмен, жоғары. Келесі 5-де 5. Дәл осылай сырғап түсеміз астыға қарай, төмен, жоғары, 3 рет тартамыз. Және 5-де 7 жоғары, 5-де 5 төмен, және 3-де 3 жоғары. Және келесі 3-ші қатарымыз 2 төмен, жоғары, төмен, лига. Төмен, жоғары, төмен, лига. Және ең басында тартқанымыз сияқты реприза 2 рет қайталаймыз. Енді осы 7-де 7 дегеннен бастап қайтадан қайталап шығамыз. Яғни бірінші қатардың 3-ші тактінен бастап қайталап шығамыз.
7-7 2 rет қайталанады. Сонымен бізде 5 қатарымыз бітеді. Және 5-ші қатардың соңғы такты ол бізде сағасы басталады. Яғни ол бізде 14. 14 ұстаймыз. Екінші саусақпен төмен жоғары 2 қағыс. Және 12 бірінші саусақпен төмен. Және 14 қайтадан жоғары. Және 9-ға келеміз. 3 қағыс және лига. Төмен жоғары төмен лига. Келесі бізде 14. Яғни төмен жоғары 3 қағыс ойнаймыз. Келесі бізде 12, 14 жоғары, және тағы 9-да 0 ұстаймыз, және 3 рет қағамыз, және лига. Келесі 14, төмен жоғары, және 16, 4-ші саусақпен 16, 14, 12. Яғни алма кезек қағыз, төмен жоғары, төмен. Сосын 9-дың өзін ұстаймыз, төмен жоғары, 10-да 10, төмен, және 9-да 10 жоғары. Келесі 5 үстінде ашық, төмен жоғары, 7-7 төмен, 5-7 жоғары. Келесі бізде алдыңғы такттерімізде қайталанған 2-2, 3-3, 5-5, 5-7, 5-3, 2-2, лига. Енді келесі бізде 7-7, яғни басында қайталаған 7-7 дегенімізді соны қайтадан қайталап шығамыз. Ол бізде бірінші қатардан басталды. Үшінші тактен. Тартамыз, және де келесі сағасын тағы да қайталаймыз. Яғни алдыңғы біз сағасын тарттық, соны қайталаймыз. Ол 10. Тарттық. Енді қайтадан 7-7-ні тартамыз, қайталаймыз тағы да. Деп ең соңғы төмен қағысы бізде 2-мен бітеді. Яғни бұл жерде біз 7-7 және де саға бөлігін үйреніп алсақ, кезек-кезек екеуін қайталай береміз. Сол жерден шатаспасақ болды.